Мынау 4 жасар бүркіт, 4 жасар бүркітті ана деп айтады. 1 жасар бүркіт балапан, одан кейін тірнек, одан кейін жаңа тастүлек, мынау ана, 5 жасар бүркіт қанай. 6 жасар бүркітті үңгілек деп айтады екен. Сонда екен міне. Абай жаңағы қыран бүркіт. Не алмайды салса баптап деген осы қырамыз. Мынау енді жайлауда қарасаңыздар қандай әдемі. Жарық көзін. Кішкене жақып тұр екен, қаттырап сөйлеп жүрмін. Мынау жаңағы бүркіттің томағасы. Басына кигізеді, мынау көзін жауып тұрады. Міне, томаға деген нәрсе. Мына биялай деген. Іші киізі болады, сырты тері. Тырнақ өтпейді осыдан. Ұстаса. Міне жаңағы қыранымыз. Қыран бүркіт не алмайды салса баптап. Жұрт жүр ғой күйкен тай мен қарға сақтап. Қыран шықса қияға жібереді, оларда 2 құсын 2 жақтап. Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан, күйкен тайы үстінде шықылықтап, өз алмайды қыранға алдырмайды, күні бойы шабады бос салақтап. Тиіп шығып ызағып ұстатпаса, қуанар иелері сондар жақтап. Не таптық мұныменен деген жан жоқ, түні бойы күпілдер құсын мақтап. Басқа сая жанға олжа дәнеме жоқ, қайран ел осынымен жүр далақтап. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта. Салған ән көлеңкесі сол көңілдің, тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамылжиды, жүректербе оятар баста миды. Бұл дүниенің ләззәті бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән